Балалар 69-шы есебімізде ыдыстардың біріншісінде 6 өрік, екіншісінде 21 өрік, үшіншісінде 9 өрік бар. Ыдыстардағы өріктер санын өрік салынған ыдыста неше өрік болса, оған сонша өрікті ыдыстан ыдысқа 2 рет қана ауыстырып, қалайша теңестіруге болады дейді. Ендеше балалар 69-шы есебімізде мен мынандай 3 ыдыс салайын сіздерге қазір түсінікті болу үшін. Бұл бірінші ыдысымыз. Яғни екінші ыдысымыз. Және де осындай үшінші ыдысымыз бар. Үшеуінің ішіндегі өріктердің саны әртүрлі. Яғни мұнда 6, мұнда 21, мұнда 9 өрік. Бұл есептен балалар ыдыстардағы өріктер санын өрік салынған ыдыстан неше өрік болса, оған сонша өрікті ыдыстан ыдысқа 2 рет қана ауыстырып теңестіруге болады дейді. Жалпы 3 ыдыста біріккенде қанша өрік бар екен? Шығарып алайын. 6-ға қосамын 21-ді, қосамын 9-ды. Яғни 21-ге 9-ды қоссақ 30, 30-ға 6-ны қоссақ 36. Енді үшеуін теңдей бөлетін болсақ, 36-ны 3-ке бөлейін. Сонда 12. Әр ыдыста 12 өріктен болу керек. Енді бізге есептің шарты бойынша, яғни ыдыстардағы өріктер санын өрік салынған ыдыста неше өрік болса, оған сонша өрікті ыдыстан ыдысқа 2 рет қана ауыстырып теңестіру керек дейді. Сондықтан мен бірінші рет ауыстырған кезде мына 21 өрігі бар ыдыста мен мұнда 9 өрікті апарам. Өйткені есептің шарты бойынша сол ыдыста қанша өрік болса, оған сонша өрікті апару керек. Яғни 9 өрікті. Екінші рет мен мына бірінші өрікте 6 өрік бар, мен соған 6 өрікті апарамын. Сонда теңеседі. Яғни мұнда бірінші рет, мұнда екінші рет. Яғни бұл жерде 21-ден біз 9-ды азайттық. Яғни екінші ыдысымызда 12 өрік қалды. Бұл екінші ыдыс. Ал үшінші ыдысымызда яғни өзінде 9 өрік бар, оған 9 өрікті әкелді және одан 6 өрікті, яғни бірінші ыдысқа апарды, 12 өрік қалды. Яғни бірінші ыдысымызда 6 өрік бар, оған 6 өрікті әкелді, 12 өрік болды. Бұл жерде қарап тұрғандарыңызда есептің шарты бойынша 2 рет қана ауыстырып теңестірдік. Мұнда 6 өрікті әкелдік, мұнда 9 өрікті әкелдік.